Достар, көп пікірдалас тудыратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі Гәку топтен назарларыңда. Басқа бөлмеде жүрсең 180-мен жүгіріп келіп экран алдына жайғас, өйткені біз бастаймыз. Алдымен жеңістен үмітті жандарды назарларыңа ұсынамыз. Олардың біріншісі сақал қыратын станогы жоқ Ғалымжан Молданазар. Ойын мазалаған мың сұрақтың жауабын әнші енді ғана тапқан секілді. Себебі ол өзің ғана деп шырқауда. Егер бұл бейнебаян көңіліңнен шығып жатса, лайкпен жауап бер. Екінші үміткердің сақалы Ғалымжанға қарағанда аздау. Ол тымыдыға танымал хип-хоп орындаушы Джахалип. Оның созвездие Ангела туындысы жуырда ғана жарық көрді. Бейнебаян Леон фильмнің желісіне ұқсайды. Ендеше мини кино көріп тастайық. Экранға назар сал. Үшінші үміткердің сақалы мүлдем жоқ. Ол қазақтың қара баласы Нұржан Керменбаев. Аталмыш туынды 0429 фильміне саундтрек ретінде түсірілген болатын. Ән «Жылайды жүрек» деп аталады. Жүрегің жылап, сүйіктіңді сағынып отырсаң, дауыс бер. Ол үшін Gaku.kz сайтына кірсең болғаны. Өзіңсіз жүрек жылап жүдеп, қонады жанарына мұңнан қара түнек. Куә ғой қалам сенсіз маған, өмір жоқ жаным. Кентал мен Сандаға қазір ажырасудан көрі шеруіміздің төменгі орнынан көрінуі қатты тиюде. Себебі олар бүгін 10-шы. Санданың әйнек сындыру қасиеті де жоғары көтерілуге септігін тигізбей жатыр. Оны көрген Кентал жерге отырып жылауда. Достар, дуэтті ренжітпей көтеріп жіберекші. Әрине, дауыс беріп. Жаль, мы теперь чужие, жаль, просто разучились, жаль. Разучились прощать. Я больше не хочу мечтать. Мы теперь чужие, жаль, просто разучились прощать. Я больше не хочу страдать. Тоғызыншы орында биге соңғы рет шақырған Айдана Меденова. Себебі ол бүгін 25-ші апта шеруімізде. Енді оны шығарып саламыз. Осы орайда қимадым қоштасқанда жанарыңды деген өлең шумақтары еріксіз ойға келеді. Ендеше бейнебаянда соңғы рет тамашала. Жүрегім лүпілдеп соғады сенде, үзіледі сенде. Сені ғана іздеп сен ол жүрдейді. Бөленейік бірге, қуанышты күйге. Қысылмашы сен келші, мені биле, биле. Мені биле, мені биле. Төменгі орындағылар байқаңдар. Қайрат Нұртас түсіп келеді. Шіркін оның көтерілуі де түсуі де хит қой. Енді алтын тақтан көрініп елді бір қуантып тастаса жақсы болар еді. Ол үшін әрине дауыс қажет. Айтпақшы, халықтың ерке баласы бүгін 8-шіде. Қарам жол көп, аяғың басаңда, адасып қап жүрме бірақ байқа. Дүрсілдеген тулап, жүрегіңді тыңдап, сыңар тауып сезім көрін шайқа. Сен
маған керексің деп Арманай алтын таққа 2 саты жақындады. 7-ші. Алғашқы қадамдары жаман емес. Болам дейтін баланың бетін қақпа, белін бу деген дана сөз бар. Ендеше Аруға қолдау көрсетіп, арманына тағы да жақындатайық. Қане, лайк бас. Сен маған керексің, ерекшесің, ерексің, сағынышқа себепсің, көрмесем егілген. Сен маған керексің, өйткені сен білексің, жылуыңа не жетсін, жүзіңнен көрінген. Сен маған керексің, сен маған керексің, себепсің. Сен маған керексің, сен маған керексің, себепсің. Мұң сұрақтың жауабын іздеп ары-бері кезіп жүрген Ғалымжан Молданазар шеруімізде де дәл солай жүр. Бір орында тұрақтайтын түрі жоқ. Бүгін ол 6-шыға табан тіреді. Достар, алтын таққа отырғызбасаңдар да 3-түкке іліктерсеңдер жақсы болар еді. Әйтпесе көтеріле алмай жатыр. Өтпейтін ұзын қысқа, біздегі дағдарысқа дауа бар ма? Мендегі мың сұраққа, сендегі мың сұрақта жауап бар ма? Шеруіміздің бел ортасына Әли Оқа апа жайғасты. Айдананың ізін енді Әли жалғастырмақ. Әзірге оның 2 ағаптасы бар. Ендеше осы уақыт аралығында ең болмаса қоланы тарту етіп, сыйластықпен шығарып салайық. Ол үшін Көңілтек KZ сайтына кіріп, қазірден дауыс бер. Өзіңді қайта көрсем дедім, жаным сәлем. Жүзіңнен жан жылуын сезем, жаным сәлем. Жаным сәлем. Сендімен жайнайды бұл әлем. Роза Мұқатаеваның қарқыны жаман емес. Ол өткен аптадағы орнынан 2 сатыға көтерілді. 4-ші. Аталмыш бейнебаянға «Шаг вперед» фильмінің табынушылары дауыс беріп жатқан секілді. Себебі Роза жаңбыр астында билеуде. Көрейік, елімізде қанша биші бар екен. Сен жаныма келде, әсеміңнен келде, жүрегімді жылытасың сен таңмен бірге. Сезіміңнен тербе, күн шуағыңмен де, жүрегімді жылытасың сенмен бірге. Күндіз де түнде, күндіз де түнде, Рингоның 10 жылдан кейін кезіктірген інілері Рензо бүгін қоланы қадағат тұтты. Айтпақшы, жуырда топтағы Есеттің туған күні өтті. Сол үшін де топты алтын таққа жайғастыруға болар еді. Оны бірақ рензиктер ескермеді. Тіпті аса қозғалада қоймады. Бірақ әлі де кеш емес, дауыс беріп қолдасаңдар болады. Күміс тақта сол Дастан Оразбеков. Достар, әншіні үйге кіргізерде қолында сурет салатын заттарының болмағанын қадағалаңдар. Себебі ол үйдің қабырғаларын бояп тастауы мүмкін. Әйтпесе жарымына павильонға не үшін әкеліп тастап кетті дейсіңдер. Осы жерде сурет салсын деген ғой. Ай Дастан, болмайды олай. Алтын тақта кім екенін айтпас бұрын өткенге көз салайық. Оның орында Кентал мен Санда. Жаль, мы теперь чужие, жаль, просто разучили, жаль. разучились прощать. Биге соңғы рет шақырған Айдана тоғызда. Жүрегім лүпілдеп соғады сенде, үзіледі сенде, сені ғана іздеп сен ол жүрде.
Қайрат 8-ге түсті. Жетіде алтынға қарай беттеген Арманай. Сен маған керексің, ерекшесің, ерексің, сағынышқа себепсің, көрмесем егілген. Ары-бері кезген Ғалымжан 6-шы. Өтпейтін ұзын қысқа біздегі дағдарысқа. Әлидің сәлемі жанына жетпеді. 5-те. Өзіңді қайта көрсем де 4-те қарқыны күшті Роза. Сен жаныма келді, әсеміңнен келді, жүрегімді жылытасың сен таңмен бірге. Рензоның серпілісі 3-ке жетті. Дастан жақында күміске айналып кетеді, өйткені ол тұрақты 2-шіде. Сәлем Иглзе! Бүгінде ханзадаларың алтын тақта. Ол әрине 91. 16-шы апта қатарынан бұл жігіттер ешкімге бірінші орынды бермей келеді. Енді 9 апта осы қарқыннан танбаса, топтың шеруіміздің 2 дүркін чемпионы атанады. Оны сол кезде көре жатармыз. Әзірге бейнебаянды тамашалап ал. сол алғашқы шағында шағайықшы қайтадан саған қалай айтамыз, айтпай қалай жай табам, сол алғашқы жалынды жағайықшы қайтадан саған қалай айтамыз, айтпай қалай жай табам, сол алғашқы жалынды жағайықшы қайтадан. Бұл аптада әншілер осылайша жайғасты. Келер апта қалай өзгеретіні белгісіз. Ал егер бүгінгі шешіммен келіспей, бұлданып көңілің толмай отырса, онда оны өзгерт. Ол үшін Gakku.kz сайтына кіріп, қазірден дауыс бер. Көп пікірталас тудыратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі Gakku Top 10 осымен тәмам. Көріскенше.